сахнаға торсық алынып шықты. Ол торсықты осы мен билегем. Жаңағы мына иығыма қойып, мойнынан ұстап, ал енді мына қол бар ғой, бұл бос тұр ғой. Бұл қол бірдеңе жасау керек қой. Сонда қазақтың өрнек деген қимылы менен шығатын. Аяғымда қошқар мүйіз деген қимыл менен аяғымның басы жаңағы мүйіздің несін суреттемесін салып, солай шап береді. Онда мысалы сәндену деген қимыл кірді. Сәнденудің өзі Галушкевичке көрсеткен адамдар бар. Ол кісі ештеңе ойлап тапқан жоқ. Ол кісі бар дүниені жиыстырып, жаңағындай кәсіби көзқараста композициялар шығарды. Сәндену деген бүкіл қыздың дене несін бел тұсын бәрін көрсетіп барып жерге дейін иілетін қимыл. Қазақ билерінің қыздардың көп несінде қол сосын дененің иілуі өте дамыған.